Үлкен доданың дауыда дабырасы да көп. 4 жылда бір келетін Олимпиада ойындарының қай-қайсысы болсын, ың-шыңсыз өткені жоқтың қасы. Біресе жеңімпаздардың алған сыйақысы қызу талқыға түссе, енді бірде спортшылар киген киімнің сапасы қоғамның басты назарында болды. Келер апта басталғалы отырған Парижде өтетін айтулы спорт шарасына байланысты да шу аз емес сияқты. Қазірден бастап біраз даулы мәлімдемелер айтылып жатыр. 4-ші билік арнасы бүгін осы мәселелерді қозғайды, армысыздар. Ең алдымен ел намысын қорғауға Парижге аттанатын спортшыларға тоқталсақ, біздің қыздар мен жігіттер 80 лицензия ұтып алған. Оны көп немесе аз деп бағалауға келмес. Мәселесі олардың нешеуі жүлделі оралатынында. Бұл жерде баса назар аударатын тағы бір жайт. Кейбір өңір спортшыларының айтулы додадан тыс қалатындығы болып отыр. Бізде қазір Олимпиада ойындарында ел намысын қорғайтын 80 спортшы бар. Өкінішке орай 3 өңірімізде бұл лицензия алмаған спортшылар тіркелді. Ол Маңғыстау, Ұлытау және Қостанай облыстары. Енді оларда да бір лицензия алған жағдайда мүмкін 80 емес, одан да көп болатын беді біздің лицензиялар саны. Енді сол әкімдіктерге сұрақ, алдағы уақытта жүйелі түрде дайындық өткізсе, келесі Олимпиада ойындарына немесе басқа да бір кешен жарыстарға бұл өңірлерден де спортшылар шығады деген ойдамыз. Бірақ енді қазір фактын айтуымыз керек, осы 3 өңірде бізде спортшылар шыққан жоқ, яғни лицензия ұтып алған жоқ. Қалған өңірлерде 1, 2, 5 ең көп алған Алматы қаласы 17 лицензия бар. 2-ші орында Астана, сосын 3-ші орында Шымкент пен Оңтүстік Қазақстан облысы. Әрине, лицензия алу оңай емес. Ең кемі Азия құрылғының спортшыларынан оза шапқандар ғана жолдама алатын ескеру қажет. Алайда миллиондап, миллиардтап ақша жұмсап жатқан спорт түрлерінен тым болмаса бір спортшысы Олимпиадаға баратындар тізімнен кірмеген аймақтарда спорттың дамуы төмен бе деген заңды сауал туындайды. Әрине, Қазақстанның бәр өңірлерінде спорт жақсы дамып келе жатыр, бірақ енді бұл көрсеткіш тек Олимпиадамен шектеледі. Бұл жағдайда Олимпиадаға лицензия алса, яғни өңірде спорттың дамуы да дұрыс жолда деген сөз. Өкінішке орай 3 өңірде, және мен айтып өткенде, спортшылар іліне алмады, іліккен жоқ лицензияға. Оның салдарын біз жаңағы Олимпиада ойындары аяқталғаннан кейін барып бірге зерттейтін боламыз, шешім шығарамыз. Олимпиада біткен соң қарамақ, ал Олимпиададан соң бұқараның спортқа деген құлшынысы артып, жаңа серпін пайда болатыны заңдылыққа айналғанын қалай ұмытамыз? Спортшымыз алтын алған спорт түрімен айналысқысы келетіндердің күрт артатынын көріп жүрміз ғой. Мұндай үрдіске дайындығымыз қалай? Жаңа басшы, жаңа министр келді, содан бастап біз өңірлердегі барлық инфрақұрылымдарын инвентаризация жұмыстарын өткізудеміз. Өйткені қағаз жүзінде бәрі жақсы деп бізге есеп береді, ал бірақ біздің жаңа комиссия мүшелері барған кезде көп жағдайда спорт кешендерінің жартысынан көбі кейбір өңірлерде қайта құру жұмыстарын, яғни жөндеу жұмыстарын талап ететін біз көріп өз көзімізбен көз жеткіздік. Сол себепті Олимпиада ойындарынан кейін міндетті түрде сіз айтқандай жаңағыдай серпіліс болады. Қай спорттың түрінде біздің спортшыларымыз жақсы өнер көрсетсе, медаль алса, сол спорттың түріне ата-аналар, яғни өз балаларын апаратын сөзсіз, сол белгілі нәрсе, ақиқат. Сондықтан да Олимпиада ойындары аяқталғаннан кейін жаңағы 3 өңіріміз бар, және баяндама басында айтып кеткендей жауабының, және де жаңағы жаңа спорт түрлері, яғни Олимпиадада үздік атанған спорт түрлері бойынша елімізде қандай спорт кешендері бар, қандай жабық ашық кешендер бар, соның жағдайы, жаңағы инфрақұрылымдық сұрақтар бірге талқыланатын болады. Ол тек қана біздің министрлік тарапынан, сонымен қатар біз жергілікті басқару органдарымен бірге атсалысып жұмыс істейтін боламыз. Көпті алаңдатқан тағы бір сұрақ, спортшылардан бөлек тағы кімдер Олимпиадаға бармақ? Біздің министрліктен халықаралық Олимпиада комитетінің қағидасына сай лицензия алған адамдар лицензия санының 40% жаңағы қосымша делегация мүшелеріне тәуелді. Мысалы, бізде 80 спортшы лицензия алса, оның 40%, яғни 35 адам қосымша жаңағы командамен бірге жүреді. Оның ішінде жаңағы бапкерлер бар, массажистер бар, жеке бапкерлер бар. Осы орайда біз сол кісілерді алып бара жатырмыз Олимпиадаға. Министрлік атынан, ұлттық Олимпиада комитеті атынан баратындар туралы бір ауыз айтпады. Демек, олар бара қалса, мемлекеттен бөлініп жатқан 900 миллион теңгеден астам қаражат есебінен қаржыландырылмайды деп түсінуге болатын сияқты. Дайындық қаражаты ғой? 1 миллиард теңге.
Ол жерде бізде мысалы олимпиадаға барған кезде біз тек қана жол қаражаты өзіміз көтереміз. Ал олимпиадаға қалашықта тұратын спортшылар және ұйымдастырушы тарапынан сол жерде жатады, сол жерде тамақтанады, бәрі тегін болады. Және де бізде ең басты сұрақтардың бірі және олимпиадалық киім үлгісі форма. Ол форманы осы жыл бізде демеушілер өз қаражатына бізге тігіп берді. Демеушілердің қазір аттарын атамаймыз, өйткені олардың сондай ұсынысы болды. Алдағы уақытта олимпиададан кейін мүмкін өздерін атай жатар, кім қол ұшын созған. Киімнің өзін демеуші алып беріп жатса, 100-ден сәл ғана асатын адамның жол пұлына 1 миллиард көп емес пе? Алайда 4 жылда бір келетін додада көк туымызды желбіретіп, атымызды шығаратын спортшылар үшін бұл не тәйірі? Халықаралық олимпиада комитеті мен ел спортшыларының арасында делдал іспетті жүрген ұлттық олимпиада комитетінде жұмсалып жатқан ақшалар туралы естігенде амалсыз осындай ойға келесіз. Белгілі боксшы Бақтияр Артаев уақыт көрсетеді арнасына берген сұхбатында ұлттық олимпиада комитетін басқарып отырған Геннадий Головкиннің жалақысы 20 миллион теңге екен деген сұраққа естуім бар деп кетті. Нақты білмеймін, бірақ естуім бар осылай мен. Естуіңіз бар. 20 деді ма, 25 деді ма, естуім бар сондай. Айлық. Енді ол башқада бұл мысалы кеше кеп ауытайлы ғой. Мысалы 10 жыл, 15 жылдың көлемінде винокур мысалы 100 000 евро алып отыр ғой. Енді 100 000 евроңыз қанша қазір? 55 миллион ба? 55-60 миллион. Ойлаңыз 15 жылдың көлемі ба, винокур сондай айлық алып отыр мысалы. 10 жылдың көлемі ба? Ал керек болса, Қазмұнайгаз сияқты компания қызметкерлерінің 3-4 миллиондық жалақысын қабылдай алмай, қоғам қызу талқыға салатын еді. Алайда, ұлттық олимпиада комитетінің бас хатшысы бұл ақпаратты естіп, бұл қан-талқан болды. Головкиннің боксшысы кезінде пиарына жауап берген Жанар Өтешева жаңа қызметінде де басшысының абыройын қорғауға алғашқылардың бірі болып кірісті. Ол әлеуметтік желідегі парақшасында Головкинді тегін жұмыс істеп жатқанын мәлімдеді. Тіпті ұлттық олимпиада комитетінің бюджеттен ақша алмайтынын жазды. Ресми дерекке сенсек, бәрі керісінше. Өздерінің демеушілері бар. Самұрық қазына компаниясы бар. Сол жерден олар ақшалар қаражат алады. Самұрық қазына ала ма? Самұрық қазына жаңағы спортты басқару қоры бар. Бүкіл самұрық қазына спортты басқару қоры ашқан, спорт және туризм басқару қоры. Және самұрық қазына әл-ауқат қорынан түсетін бүкіл қаржы жаңағы спортты және туризмді дамытуға жіберіледі сол қаражаттар. Диас Ахметшәріптің айтқаны рас болса, онда толықтай мемлекет меншігіндегі самұрық қазынаның ақшасы бюджеттің ақшасы емей немене? Өтешеваның сөзіне сенеміз бе, әлде туризм және спорт министрінің білді кеңесшісінің сөзіне сенеміз бе? Ол ма? Басшысына күйе жақты деп ашуланған Жанар Өтешева алдымен Бақтияр Артаев пен өзгелердің әрекетін көре алмаушылыққа теңеп, ұялтпақ болды. Артынша ұлттық олимпиада комитетінің заң департаменті күшейгенін алға тартып, сотқа береміз деп дөңайбат шекті. Осылайша тек қана Артаевтың емес, өзгелерді де қорқытып алмақ болған сияқты. Дегеніне жетті деуге болатын шығар. Бақтияр сұхбат беруден бас тартты. Осы орайда ұлттық олимпиада комитетінің адвокаты болып отырған Жанар Өтешеваны да айлығы 15 миллион теңге екен деген ақпарат шықты. Жауапты министрлік өкілдері бұл тақырыпқа байланысты жарытып жауап бере алмады. Кісілері жаңа Өтешева бүгінгі күнге 15 миллион айлық алады дегені сондай ақпаратты сол үшін шығарып отыр. Мен ол ақпаратты білмеймін. Бұл сұраққа мен жауап бере алмаймын. Бұл сұрақтарыңызды тағы да мен сізге айтайын. Тағы да сізге айтайын. Ол сұрақты ұлттық олимпиада комитетіне жолдаңыздар. Ұлттық олимпиада комитетінің отырысы болды, дауысқа салды. Головкин мен Жанар Өтешева дауыс жинап, ашық дауыс кезінде тағайындалды. Жанар Өтешева бүгінгі күнге министрлікпен... Сіз маған олимпиада туралы сұрақ қойып отырсыз, Өтешева туралы қойып тұрсыз. Жоқ, енді сол кісі енді басқарып отырғаннан кейін оны сол кісіге қойсаңызшы, мен біздің не қатысымыз бар? Спортқа енді қатысты ғой бұның барлығы. Өйткені біз министрлікпіз, біз мемлекеттік органбыз. Олар қоғамдық ұйым. Сол себепті олардың қоғамдық ұйымына біз қол сұқпаймыз. Министрлік араласа алмайды делік. Ал ұлттық олимпиада комитетінің вице-президенті әрі құрылтайшысы деп көрсетілген Серік Сәпиевтің еркін сөйлеуіне не кедергі?
Мен ай туралы ештеңе білмеймін. Ал тәжірибесі жоқ азаматшаның қаншалықты сол жерде отыруға лайықты деп ойлайсыз, сол басқаруға? Головкиннің орнында сол кісі басқарады дейді негізі. Қаншалықты дұрыс деймін да? Айта алмаймын. Өтіп туралы айтамын. Басқалар туралы айта алмаймын. Ешкімнен жауап болмаған соң ұлттық олимпиада комитетіне тура тарттық, кіргізбеді. Сырт жақта күтіп тұрады. Бізде мына қазір кездесу болып жатыр, сіздерді шақырамыз. Күте тұр деп алдаусыратып, артынша күзетшілерді шақырды. Рахмет, Өтешева туралы бір сұрақ қоя салсақ бола ма сізге? Нельзя, кешіріңіздер. Неге? Біздің жұмысымызға кедергі келтірмесеңіздерші? Кешіріңіздер, болмайды деген соң. Неге болмайды? Сіз бұл жерде жұмыс істемейсіз ғой. Ары қарай бұл жерге Бұл жерде жұмыс істемейсіздер ғой сіз. Біз осында істейміз. Қай жерде кім болып істейсіз? Кіре бер. Жоқ, сіз охрана қай жердесіз? Осында офиста Ұлттық олимпиада комитетінде жұмыс істейсіз ба? Полностью осы офиста, осы офис бар ғой, полностью полностью. Ұлттық олимпиада комитетінде Жоқ, сіз неме үшін келіп тұрсыз? Неме үшін? Мен ұлттық олимпиада комитетіне келіп тұрмын. Я тоса тұрыңыз, рецепцияға жазылыңыз, пожалуйста. Күзетші емессіз ғой. Бәр жерде полностью этажда. Мадина Жатқанбаева, журналист, 4-ші билік арнасы. Басшылардан ешкім шықпады. Бәрі жабылып жүріп, ақыры бізді қуғандай етіп, шығарып салды. Камераны өшіріңіздер. Неге? Камераны өшіріңіздер. Бұл жерде жасырып бар ма? Жазылып алыңыз, потом кіресіз, обязательно. Қолыңыз тартыңыз келді. Сіз жұмысымызға келтіретін болсаңыздар, біз полиция қызметкерін бұл жерге шақырамыз. Шақырта беріңіздер. Жоқ, мына жерге тұрыңыз да жазылыңыз, потом рецепцияға жазылыңыз. Біз де өзіміздің заңымызды білеміз. Бұл жерде біз сұрағымыз бар еді Өтешева Жанарға. Біз официально сіздерге хат жібердік, соған жауап берсеңіздер. Түсіруді қойыңыздар, болмайды. Бұл жерде жасырын бір нәрсе бар ма? Болмайды, сыртқа шығып күтіңіздер. Ұлттық олимпиадалық комитеттің жұмыстарына Хатты бізге жіберіңіз. Итермеңіз, неге итересіз? Неге итересіз? Неге итересіз? Неге итересіз? Неге итересіз? Сіз неге қолыңызда сіз вообще тиіспеуге сіз Бірінші жазылу керексіз, потом келесіз. Қазір болмайды ғой. Не, бұл жерде жасырын бір нәрсе бар ма? Бұл ұлттық комитетте? Нет. Чтобы здесь снимать. Жасырын ештеме жоқ, шығатырмыз, жазылып алыңыз бірінші, заранее. Брали разрешение, вы покажите. Қандай администрация, қандай әкімшілік? Қандай әкімшілік? Неге сол? Бұл ұлттық олимпиадалық комитет. Біз енді ұлттық олимпиадалық комитетке бізде кіруге болмай ма бұл жерде? Жоқ, қолыңызды тартыңыз. Тиіспеңіз, қолыңызды тартыңыз. Ұлттық деген аты болмаса, тағы бір алынбас Қамал іспетті ұйым екеніне көз жеткізген соң кетуге мәжбүр болдық. Ұлттық олимпиада комитетіне келіп едік, бұл жерде күзетшілерден мына 6 адамдай бізге келіп, төмен қарай түсіріп жатыр. Біздің журналистік жұмысымызға кедергі келтіріп жатыр. Біз кеше ғана өтінішпен өзіміздің журналистік сауалнамамыз жолдағанбыз. Ұлттық олимпиада комитетінің бас хатшысы Өтешева Жанарға да өзіміздің хатымызды жолдағанбыз. Сонымен қатар ол кісіге қоңырау соқтық, қоңырауға жауап ала алмадық. Головкиннің пиаршысы болып жүріп, үлкен ұйымның бас менеджерлеріне біріне айналған Жанар Өтешевамен сөйлесу мұң болды. Париждегі додада спортшылар көп жүлде алып, айтылған сынды басқа арнаға бұрып қалар бәлкім. Бірақ бір нәрсе анық, осы олимпиада нәтижесіне байланысты елдегі спорт саласында бөлінетін қаражат қайта қаралмақ. Бізде қазір спорттың 180 түріне жуық спорт түрі мемлекет тарапынан қаржыландырады. Ал өзбектер, біздің көршілеріміз, Өзбекстан Республикасы небәрі 17 спорт түрін таңдап алған, олимпиадалық спорт түрлерін. Соны ғана мемлекет тарапынан қаржыландырады, толық көлемде көмек көрсетеді. Ал қалған спорт түрлері жаңағы нарықтық деңгейде бәсекелестікке жіберілген. Яғни демеушілердің арқасында, және басқа бір қаражат көздерінің арқасынан дамып келе жатыр. Соның арқасында өзбек бауырларымыз қазір спорттың біраз түрлерінің алғашқыда үздіктер қатарына қосылды. Біз де сол үрдісті арғы жалғастырмақшымыз. Қазір
депутаттар тарапынан осындай ұсыныстар түсіп жатыр. Олимпиададан кейін бізде бір 65-70 спорт түріне дейін қысқаратын мемлекет тарапынан қаржыланатын спорт түрлері, олимпиадалық спорт түрлері. Оның ішінде ұлттық спорт түрлері міндетті түрде болады. Және де олимпиадада біз сараптама өткіземіз. Қай олимпиадада бізде қай спорт түрі көп медаль әкелді, сол спорт түрлері міндетті түрде қалдырамыз. Қалғандарын жаңағы бапкерлер кеңесі бар, біздің жұмыстағы сараптамалық орталық бар, кеңесшілер бар. Солар отырып біз қай спорт осы тізімге кіреді, қай спорт тізімнен алынып тастайды деген сұрақтар олимпиададан кейін талқыланатын болады. Айтпақшы, ұлттық олимпиада комитетінің еншілес компаниялар ішінде Астана футбол клубы, Астана баскетбол клубы, Барыс хоккей клубы бар екеніне еске сала кеткен жөн. Олардың әрқайсысы салық түрінде бюджетке жүздеген миллион, тіпті миллиардтап төлем жасап келе жатыр. Демек, бөлініп жатқан қаржы да аз емес деген сөз. Оларға бөлініп жатқан қаржы самұрық қазына қаражаты ма? Демеушілердікі ме, ол жағы беймәлім. Ұлттық олимпиада комитетінің басшылары қолы босағанда жауап бере жатар. Сіздермен болған 4-ші билік арнасы спортшыларға сәттілік дейміз. Біздікі соларға бөлінген әрбір тиын тиімді жұмсалса деген ниет қана. Сау болыңыздар.